Ал бұл видео басталмас бұрын достар, сендерге мен BKKZ деген арнаны ұсынамын достар. Сендер бұл жерден қалай тегін единица алуға болады, топ 4 видео монтаждайтын құрал, және де топ 5 қазақ ютуберлері, және де мына қысқасын айтқанда үйде интернет жоқ деген видеоға қалай сурет қояды деген керемет видеолар шығарып тұрады достар. Сіздер де бұл арнаға тіркеліп кетіңіздер. Мінекей мен 54-ші жазылушы болып тіркелгенмін. Давайте сіздер де тіркеліңіздер. Осыған тіркелуге 2 адам алып келсеңіздер, сіздерге де пиар жасайды бұл бала, BKKZ деген сіздерге де пиар жасайды, яғни. Ал біз Майнкрафттан видеомызды жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Мейірбек. Достар, біздің ауылымыз күннен күнге көркейіп, күннен күнге көркейіп, жаңағы не болып жатыр екен. Мысалы айта кететін болсақ, біздің ауылға магазин салыныпты достар. Сол магазинді көреміз бүгін, және де осыдан бір шақырым жерде, осы ауылдан бір шақырым жерде достар, кәдімгідей бір бай көшіп келді. Соның үйінде сіздер смело лайктарыңызды басып, қолдап отырыңыздар. Ал біз кеттік. Достар, біз дәл қазір магазинге кетіп жатырық, яғни ауылдан жаңадан ашылған дүкенге барамыз достар. Осы жердегі дүкенде достар, бізде не? Міне қараңыздар, осы керемет дүкен қараңыздар. Ағылшынша да мынандай, қазақша да жазып қойған, шоп дүкен деп. Так, енді ішін көреміз. Пока что бұл жерде сатушы жоқ секілді, сатушысы бір жерге шығып кеткен болса керек. Мен ұрлықшы емеспін, ештеңе ұрламаймын деген сияқты. Жарайды. Мына жерде достар, бізде ақша төлейтін жер екен, касса, яғни. Ал мыналар тамақ, міне осындай продуктовый магазин екен достар. Егер дүкен керемет болса достар, комментарияға қалдырамыз, дүкен әдемі ғой деген сияқты жақсы комментариялар қалдырамыз достар. Және де достар, бір 2 шақырым жерде үй бар дедім ғой, сонда бүгін барып көріп қайтайық. Кешіріңіздер достар, сәл қатқанға байланысты осылай болып қала береді енді. Оған енді ренжімейсіздер деген ойдамын. Жарайды, біз көрейік енді анау үйді. Айтпақшы, мен оны білмеппін, қай поворотта екен, яғни мынандай қай көшеде екенін. Сондықтан бірінші біз мынаның арт жағын іздеп көру керек біз достар. Меніңше осы жақтарда болу керек. Әйтпесе деген мына жерде өзен болатын болса. Дұрыс таптым достар. Мен тура таптым десем де болады. Мен үйдің бас жағын көріп қалдым. Сіздер де көрдіңіздер, қазір көрдіңіздер сіздер де. Міне осындай бір бай керемет үй салып кеткен осы жерге. Короче, бұл үйді адамдардан естуімше сатылады деп жатты достар. Осы үй мүмкін сатылатында. Көрдіңіздер ме достар, осылай лагайт етіп тұрады, сәл кешіріңіздер оған. Жарайды, мына үй осында сатылады деп естім. Мен 8 зумрудқа, яғни 8 стак зумрудқа, достар. Ал менде шамасында 2 стак зумруд болса керек. Біз 8 стак зумрудты жинау үшін не істейміз? Жетелдерге көмектесіп дегендей, яғни осы үйді бүгінгі сериямыз, келесі сериялар сатып алатын шығармыз. Ал бүгін жетелдерге көмектесіп, яғни өткен серияда не тауып алдым ғой, шифрын жауап бердім ғой, яғни сол сияқты достар, көмектессек бізге зумруд береді, одан біз осы үйді сатып аламыз. Үшін достар, бізге сүйек керек. Мен осындай керемет күшік тауып алдым. Менің артымнан жүрсе жақсы болар еді. Мен бұған сүйек беретін едім, егер сүйек болса. Үшін достар, солай біз өзімізге сатып аламыз осы нені. Ол кете берсін, мен тауып алып үйретіп аламын. Осыны сатып аламыз келесі серия. Бірақ
бүгін жетелдерге көмектесіп жаңаға ақша алуымыз керек біздер деген. Так, ендеше достар, біз осы жерден бастайық жетелдерде көмектесу дегенде. Я өшім барып бірінші көреміз кімге көмек керек болып жатыр екен. Ей, жетел, ой, жарайды, үйіне кіріп кетті. Тоқ. Тук. Так, ойбай, не болып кетті? Бұл зат сатады екен, қараңдар достар. Мен бұған 32 зомбиді өлтіріп, етін әкеп берсем, бір зумруд береді екен, яғни. Сол сияқты біз жетелдерге көмектесе аламыз, достар. Ал қазір басқа қандай жетелге көмек керек екен сұрап көрейік. Саламатсың ба, жетел? Басқа адамдарға көмек керек пе жалпы осы ауылда? Бір басқа адамдардан сұрап көрсем, мен оны білмедім. Мен сұрастырып жүр дейсің ба мені? Сұрап жүр дегенде енді саған дегенде көршің араласып сөйлесіп тұратын нең бар шығар, соған айтып аттым да. Жарайды, олардың білмедім, енді барып өздерінен сұрап көр. Жарайды, ендеше мен сау бол, мен кетейін. Мен ештеңе сатып алмайым, қысқасын айтқанда, маған ештеңе керек емес. Ошым, мынадан сұрап көрейік. Саламатсың ба, жетел? Ошымда саған көмек керек емес пе, бір жерді жөндеп деген секілді? Маған көмек керек емес, енді басқа жетелдерден сұрап көр, оны тағы да білмедім енді. Көмек керек болса айтам ғой өзім. Жарайды. Онда мына жетелден сұрап көрейік. Саламатсың ба, жетел? Саған көмек керек емес пе жалпы бұлай? Маған көмек керек болғанда ше? Анау бір жетелге көмек керек, соған барып сұрап көрші. Ошым, осылай қуып тұрады енді достар. Жетелдер емес, мен телефонын қуып тұрады. Жарайды. Біз анасыған барып сұрап көрейік. Ой, не болып кетті, жарайды. Чөт аллаға етіп қатып жатыр менде, достар. Бізде тағы жетел бар ма? Үстіп қатып жатады, достар. Бізде осылай қатып жатады. Мына жетел келіп балтасын ұсынып жатыр маған. Бірақ өкінішке орай мен балта алмаймын. Балта бар. Сенде осындай руда бар екен. Мен оны да алмаймын, жарайды. Ой, міне көрдіңіздер ме, достар? Ренжімейсіздер, енді осындай лагет етіп тұрады менде. Намышық түсіп кетті, көмектесіп жіберейік. Так, әнекей. Так, көмектестік. Біз жолымызды жалғастырайық. Рахмет саған, рахмет, менің мышығым құтқардың. Өй, сенің мышығың ба еді жаңағы? Оқасы жоқ, ештеңе етпейді, енді құтқарамыз ғой бәрін. Рахмет, көп рахмет саған. Бұл менің сүйікті мышығым еді, сондықтан саған бір зумруд берейін. Өй, қой, керек емес. Енді берсең бер, енді маған қажет болып тұр сонда да. Жарайды, ал. Ошымтық ема, достар, кәдімгідей маған мышығын құтқарғаныма бола осындай бір стак зумруд берді. Бізге жақын қалды, енді әлі біраз көмектесіп. Келесі серия сол үйді сатып алатын жармыз, ал қазір кеш батып кетті. Мен барып үйде ұйықтауым қажет, ал зумрудтарымды салып қоюым қажет. Осылай. Так. Менде енді сәл жиған тергеннен бар осындай зумрудтар. Менде қазір 1, 2, 3, 4, 5, 6 стак, және де 7 стак болады жақында. Сонымен тағы бір рет көмектессек, достар, біз үйді сатып алуымызға болады. Бірақ келесі серия сатып аламыз, жарайды. Мына қаруды қойып қоя салайын. Так, онда мен ұйықтайын. Кешіресің, мен жайымнан тұрасың ба? Жарайды, кете бер бар. Ал мен ұйықтайын. Достар, біз кеше кәдімгідей мышыққа көмектесіп, бір стак зумруд алып алдық, достар. Ой, кешіріңдер, достар, осылай болып тұрады. Мына жерде зумруд. Ой, зумруд емес, маған қылыш керек еді, қылыша болуым керек. Зумрудты қойып қояйық. Жарайды. 155 зумруд
керек емес, менде тамақ бар екен, жарайды, осыны алып. Жаңағы менде сүйек бармайды, сүйек жоқ. Ана итті барып үйретіп алу керек еді бізге, достар, иә. Иә, достар, оның бәрін келесі бөлімге қалдырамыз. Енді осымен видео аяқталды, достар. Келесі бөлім 50 лайктан кейін шығады. Сіздер смело жейіп тастайсыздар деген ойдамын оны. Мен осымен видеоны аяқтаймын. Лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, достар. Келесі кездескенше қош сау болыңдар, достар.